Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, міне біздің Құдай қаласа жақында ашылуымыз болады осы жерде Алматы қаласынан. Бұл Алматыдағы офисіміз. Бүгінгі тақырыпты бір көрсете кетейін, бірге көріңіздер. Енді мен де YouTube-қа постоянно ол статус сияқты қойып жатқан жоқпын. Ал неге өзімнің статусыма, Instagram-ға, TikTok-қа олардың бәрін қойып жатырмын. Көп жаңалықтардан қалып кетіп жатыр да адамдар. Көрсетейік. Так, бізде мына Кореяның аукционы ғой. Өстіп, қарап, машиналарды таңдап, жаңа бізге берген тапсырыстарды, мысалы, Рашид аға бар, Қайрат деген кісі бар. Қайратқа 2 морник керек, Рашид аға К5 керек. Мына жерде қарап отырасың да, мысалы, К5 міне мынау 11-ші жылғы, бірақ 11 болмайды бізге. 14, 15, 16-тан бірге болады. Осы баға алсақ, осыдан жоғарыға, сонда 6,5 миллионға келеді. Kia K7-дер бар, Kia K7 бар, мысалы. Одан жаңа жақта 50 өтіп кетті, мен 50-ді көрсет десеңіздер, көрсеттім. Бүгінгі переписканы көрсетейін, қараңыздар. Бүгінгі азанға. Так, бүгін мына азанда бізде қазір Camry шықты, мына Camry, ақ Camry қара. Осы примерно 9 миллион, 8 миллион 800-ге келеді. И полный осылай мынау, қазір мына жақта Ерекеңе жіберілген. Ерекең бағасы 11 миллион, 13-ші жылғы, машина 13-ші жылғы видеоотчетмен полный жіберілді, осылай. Қазір мынау көрсетейін. Мына жерде 13-ші жылғы, Винкод. 13-ші жылғы Camry, ақ Camry. Осылай сияқты сіздерге де жіберіледі. Міне полный суреттер ғой енді, полный ходовой часть, болт, молт. Чтобы ертең бізге әңгіме айтпайтындай да, ходовой частьта түсірген астында қара. Наңғыран. Наңғыра. Гранатасына дейін. Бәрі. Қандай кайф, Сосын бар ең соңында видеосы. Ассаламу алейкум, Саке. Приехали осматривать Camry. 2013 год, в белом цвете. Давайте ознакомлюсь с краской автомобиля. 127. Так, в общем, осылай міне полностью осылай видео жерлет. Осылай жерлет. Сосын бар оқысы ассалаумалейкум болды. Міне біздікі деп айтқан, перепискада бәрін жазғанбыз. Принято болды, машинаны алды. Даже курсны есептеп, бәрін қазір счетный оплата береміз, төліп алады. Міне осындай история ғой, осындай история. Бәрін өшеде отырып, жаңағы мысалы мынау алған жігіт, өзі өткенде мен бірге барған, Кореяда сөйлеген, көрді, чтобы өзі бар, машина іздеп алған, оған қымбат түсетін. Алса бір контейнер алса, сол бір контейнерден жолын тұрып кеткен расходтарды жабады. Бір контейнерден. Ал бір машина, 2 машинаға кішкене расход жаппайды, өзіне пайда кішкене қалады деген сияқты ғой. Сол нәрсені ол кісі біліп, енді өз жерден только онлайн отырып заказ берген, сол выгодно екен. Өйткені пайда келтіреді, өзде бәрі көріп келеді. Мысалы, сіздер де көрем десеңіздер, барам десеңіздер, Кореяға алдын ала айтып, келіп, сөйлесіп, бәрі нәрсені жасасақ, болады апарып, Кореяға апарып көрсетіп, полностью бәрін алып жүріп, машина алсаңыздар да болады. Если мен көрем, сол жақта бір системасын қалай екен, сондай десеңіздер де болады. Ол үшін тікелей келіп, бізбен бірге отырып сөйлесіп, сол нәрсені бәрін шешіп, келісімшарт болған соң сол жаққа апарамыз. Документтерін бәрін бірге өзіміз жинап, жаңағы өз жерге депозит құйып, сөйтіп баруға болады Кореяға. Өйткені бізден көбісі Кореяға жұмысқа барады да, соң сол жақта қалып кетеді, лақтырып кетеді деген сияқты өте қиын нәрселер. Онлайнның кесірінен мен біраз таяқ жеген. Соған қарай депозитті жақсы беріп, действительно машина алатын адам болса, барып, машина бірге алуға болады. Сондай, міне видео ұнап жатса, осындай не жерде мысалы қазір бүгін Camry алдық екен, кеше Бонг алып жатыр, Sonata бар заказ, 7 миллион, 6,5 миллион, 6 миллион сондай көліктер де бар.
сондай сияқты ғой. Иә, видео ұнаса лайк басып, бірге болып, комментарий жаза кетіңіздер. Міндетті түрде астында телефон номерлер болады, соларға хабарлассаңыздар болады. Жақсы, сау саламатта болыңыздар, бірге болайық.